Hoş gördük біздің арнаның тыңдармандары, көрермендері. Міне бүгін біз қойды сойып, үйтіп, жіліктеу, безін тазалау, қарын аршу, басты үйтіп тазалау, міне осы толып жатқан қой сойғанға байланысты видеомызды қазір сіздерге жолдап отырмыз. Мынау алдарыңызда тұрған тұсақ, мынау міне дәл қазір осы тұрған тұсақты біз қазір пауыздағанда біз видеода көрсетпейміз. Міне мынау пауыздап жүнін қырып болғаннан соң міне үйтіп жатырмыз. Міне осылай темірдің үстіне қойып, міне мына газға қойған құрылғы бар. Осыменен қазір жақсылап тұрып үйтіп, жуып, жілігін міне қараңыздар, әдемі. Мынау қазір әбден үйткен қойды суменен жақсылап тұрып, міне осы қаразан қырғыш қолдарыңызға алып, қырып, сап-сары болып тазаланғанша осылай жуамыз. Міне алдарыңызда көрсетіп отырмыз. Міне бұл қойды сойып жатқан менің бауырым Ербол. 15 жылдан бері осы қой сойып, кәсіп қылып, кәсібін дөңгелетіп, адал еңбегіменен отбасын, үйін, бала-шағасын, ата-анасын асырап жүр. Міне қандай керемет, тап-таза қылып, қазір өздеріңіз куә боласыздар. Міне мерде тап-таза қылып жуасыздар қойды. Міне бұл әбден бір қылшық қалдырмай күйдіріп, тап-таза қылып осылай қойды жуасыздар. Міне арнайы астына тақтай төсеп қоясыздар. Міне осы тақтайдан аққан су жанына ағып кетеді. Ендігі жерде қазір сирақтарын кесіп аламыз. Міне кесіп сирақтарын алып, сонан соң қарнын жарып, бөлшектеп, қарнын бөлек шығарып, қарнын қалай тазалау керек, ішек қарынды қалай тазалау керек. Қазір көп жерде қойдың ішек қарындарын басын лақтырады, ол дұрыс емес. Міне ата-бабамыз бұл ішек қарын тола витамин ғой, оны жеу керек, оны ысырап қылып тастауға болмайды. Мына сирақты да өзі осы үйтіп болғаннан соң бұны да асып жеуге болады. Міне қандай керемет, тамаша. Міне қарнын жарып жатырмыз. Қазір осы жерде қарнын шығарамыз. Ішек қарын, бұның ішінде қарынды қалай жуып тазалау керек екені видеоның соңына дейін қарасаңыздар көрсетеміз. Бәрін жіліктеп, жіктеп, жілікті де бәрін бөлшектеп, жіліктің арасына жел кіріп, арасына тұз кірмесе ол да сасиды. Соның бәрін сіздерге көрсететін боламыз. Міне қазір қарнын шығарып жатырмыз. Қарнын шығарып жерде өтін аласыздар. Қазір бәрін сіздерге көрсетіп отырамыз. Көріп осы видеоны сонан соң өздеріңіз үйде осылай жасасаңыздар болады. Мынау қазір тұрған үлкен шараға қарынды аударып саламыз қазір. Міне өздеріңіз болып көріп отырсыздар. Міне қарынды алып, мына өңешінен суырып қарынды, міне алдарыңызда қазір қарынды алып жатыр. Міне енді қойды асып бөлшектейміз. Қарын алып болған соң міне қалай бөлшектеліп жатыр. Қазір бәрін мұқият қарап отырсаңыздар көресіздер. Қандай керемет. Міне бүйректері әппақ май, әдемі, тамаша, нағыз жейтін бір керемет жұмсақ тұсақ қой ғой, тұсақ қой. 1 жастан енді аса бастаған. Міне қандай керемет. Қабырғаны қазір сөгіп жатырмыз. Тамаша. Міне қазір алып жатырмыз. Қазір мінерден бауырды бәрін суырып аламыз. Міне қазір бауыр суырып алғаннан соң жүректің құлақшасын аларымыз. Жүректе құлақша деген болады. Бауырды өңешті тесіп, міне мынау қарап тұрсыздар, осыны іліп қоямыз қазір. Қан ағып, бұны да кейін суменен бір шайып жуып аласыздар. Мынау қазір мына жерде міне құлақшасын, жүректің үстінде құлақша болады. Міне құлақшасын алып жатырмыз. Міне өз көздеріңізбен көріп тұрсыздар. Міне керемет. Осылай қылып іліп қоясыздар. Сонан соң міне қабырғаны төсті ажыратып, мынау атын шапқыш болғыш кеміршек төсте тұратын, алып оны дуалға ұрып жапсырасыздар. Дуалға не болмаса ағашқа. Содан міне төсті ажыратасыздар. Төстің берге сүенің жанында жетім қабырға деген болады. Міне жетім қабырғадан бастап міне қазір кесіп жатыр. Міне көрдіңіздер ғой. Міне қазір төсті ажыратып аламыз. Міне
ешқандай балта ондай болмайды. Әр жігіне салып тұрып кесу керек. Міне әр өз қайсының әр мүшені мүшелегенде өзі жігі бар. Тура сол жігі арқылы кесіп алып тастайсыздар. Енді жерде қабырғаны ажыратамыз қазір. Міне қандай тамаша, семіз, әдемі ғой. Міне қабырғаны осылай ажыратасыздар. Бұны кейбір адамдар балтамен шауып, мүхан бара қылып, майда сүйектер ертең асқан кезде ауыздарыңызға түсіп, тістеріңізге түсіп жатады. Қария кісілер болса қалып та қалуы мүмкін. Міне пышақпенен тура жігіне салсаңыздар, міне омыртқаменен қабырғаның басын осылай жігімен ажыратып алу керек. Міне қандай керемет тамаша. Қараңдаршы міне. Міне енді келесі қабырғаны ажыратамыз. Үйткен қойдың еті енді керемет дәмді болады. Жесеңіздер тілдеріңізді үйіріп, ауыздарыңыздан еш уақытта дәмі кетпейтін болады. Қараңыздаршы, керемет, адам сүйсінеді. Қай істі болса да соның маманы жасаған дұрыс. Қазақ атам тектен текке айтпаған, шымшықты сойса да қасапшы сойсын деп. Міне алдарыңызда қандай керемет тамаша. Қазір қабырғаны ажыратып, сосын мойнын бөлшектейміз. Қазір қабырғаны омыртқадан ажыратып аламыз. Ажыратып алдық міне. Енді мойынды. Қазір мойынды тура өзі, әр жерінің өзі жігі болады. Әр жерінің жігіне, осы жігіне салып тұрып кесеміз. Әне, керемет. Не деген тамаша. Керемет болғанда керемет екен. Міне, керемет. Енді қазір бел омыртқаны ажыратады. Әр жерінің өзі жігі бар. Пышақты тура салсаңыз болды. Міне, ешқандай күштеудің керегі жоқ. Міне, көріп отырсыздар. Қандай тамаша, керемет. Міне, қазір енді тура құйымшақпенен жамбасының ажыра қосылып тұрған жері, қазір сол жерді ажыратамыз. Міне, қандай тамаша. Пышақтайсын, тура салсаңыздар болды. Міне мынау қабырғаны арасынан кесіп, бұл жаңағы бөтен еттер, қан қатып қалған еттерді осылай алып тастаймыз. Қазір безді алып көрсетеміз, қалай алынатын бездің. Міне, арнайы осындай үстелдің үстіне таптаса қылып, міне. Қандай тамаша. Артық еттерді, қан қатып қалған жерлерін, тамырлар болады түрлі. Енді кейбір жерлерде тура қабырғаларда да майда не пайда болуы мүмкін, без. Соның бәрін анықтап, мұқияттап қарап, міне алдарыңызда бәрін көрсетіп отырмыз. Мынау міне мойынды қазір айландырып тұрып, қалай тұздау керек, мұны осылып жатыр, қазір осу деп айтады бұны. Артық еттер, қатып қалған қандар деген сияқты. Міне қандай керемет. Міне мойын дайын. Апарып іліп, қанын ағызып, кептіріп жесеңіздер, ой керемет. Мына құйрық, міне құйрықты осындай білем қылып, құйымшағыменен құйрық. Арасына тұз кіріп, ауа кіру керек, жел кіру керек. Осылай тіліп, міне құйрық. Қандай әдемі. Қазір міне омыртқа
омыртқаны қалай міне ажыратады көрдіңдер ме? Осы омыртқаны ажыратып, ең күрделі жер бұл. Бұны ажыратпасаңыздар болмайды, ет сасиды. Арасына ауа кіріп, тұз кіру керек арасына. Онсыз болмайды. Көп адамдар осы күйінде сақтап жібереді, кейін еттің дәмі кетіп қалады. Міне. Көрдіңіздер ме? Енді төс, міне төстің де осылай сыртынан ажыратып, төстен міне. Бер жағын тіліп, оны тұздап қоясыздар. Міне, қандай керемет. Төстің міне қабырға кеп тиетін жерін осылай кесесіздер. Өзі тәртібі сондай. Төс дайын міне. Төсті баршаңыз білесіздер, күйеу балаға табақ қылып тартатын, міне күйеу баланың жейтін төсі. Міне енді аяқты қазір дәл осы жерде қарап отырасыздар. Міне артық тамырлар, артық без болса бәрін кесіп осы жерде тазалаймыз. Көріп отырсыздар міне алып отқанымызды. Міне шелектің басынан айландырып алып келіп, міне былай соңына тұздап іліп жаясыздар міне. Жауырынның басын қазір кесіп қоямыз. Ол өзі тәртіп сондай міне. Жауырынның басын солай кесіп қою керек. Кейін асқан кезде сол жерден арай ойып тастаймыз. Өзі солай. Асылады, тәртібі солай. Қандай керемет. Кез келген қазақтың баласы міне безді көрдіңіздер ғой міне. Осындай бездерін аласыздар. Сонан соң жіліктің басынан кесіп, етін ажыратып, себебі бұяқ тұздамаса болмайды. Сол үшін еттің арасында тұз сіңдіру керек. Міне мынау сойып болған ет, пакетте тұрған ішкі құрылыстары, міне етті осылай қылып чайғап, міне қандай тамаша әуесіңіз кетеді, қандай керемет. Міне дәл осылай қылып сойып қойды. Міне енді қарын тазалауды сіздерге көрсетеміз. Қарынды былай тазалайсыздар. Мынау іш майы, мынау қолында тұрған осы іш майды сыпырып аласыздар. Жап-жақсы іш майы бар. Тұсаққа өте жақсы мынау іш май. Тамаша, бұл іш майды арнайы табаға қорып, шыжғырып, бұған шыжығынан деген кезінде анамыз жасап беретін. Енді бұл күндерде олай жасай қоймас. Бұл адамға өте сіңімді. Мынау мақта майы, пісте майы, өсімдік майынан осы қойдың майы өте адамға сіңімді, өте керемет жақсы болады. Қазір nerede қарынды кесіп, ішіне су құйып тазалаймыз. Бұл қойды сояр кезде алдын суарып аламыз. Ішегі тез жүрсін деп, қарындағы ішіндегі қилары тез шықсын деп. Қазір өздеріңіз көресіздер. Осылай қылып. Мына бірінші суарған кезде өңештен шыққан ішектің басын байлап қою керек. Қойдың жанына етке араласып кетпесін деп. Міне қазір осы жерден қарынның басын кесіп аламыз қазір. Сөйтіп ішіне су құйып. Міне жерден қарынның басын кесіп аламыз. Мына үлкен қарын. Осы үлкен қарынның ішіне қазір су құямыз. Міне. Ішек қарынды далаға тастауға болмайды. Ол ысырап. Осы ішек қарынды арнайы ішек қарын қуырдақ деген қуырдақ болады. Өкпе, бауыр, ішек қарынды қосып тұрып, бұрын анамыз керемет қылып бізге жасап береді. Міне жын мындай төгеміз бұлай. Қойдың қарнының ішіндегі. Толық кету үшін және құямыз суды. Қолыңызбен
ашып тұрып, міне қолыңызды қарынның кесілген жеріне, ішіне төбесіне су құясыздар. Қарынның жанындағы шапсып жүрген майлар жаңағы. Осы алып тастаймыз. 5 сықылды болады ол да. Алып тастаймыз. Қазір чынның бәрін төгіп болдық. Соңын қолмен осылай сыпырып аласыздар. Оны бұрық бөлөге саласыздар. Қазір бұғанда су құйып, бұл ана үстіңгі қарын бұл қарын екіге бөлінеді ғой. Үлкен, кіші болып. Осылай жуып, тазалап, ішіндегі бүрін бүріп, қуырып жесеңіздер қандай керемет болады. Ішекті де дәл солай қылып тазалайсыздар. Су төбесінен құйып отырсаңыздар, ішектің ішіндегі жынның бәрін сумен шығарып тастауға болады. Еш уақытта ысырап болуға болмайды. Обал соғып деген болады. Бұл керемет витамин. Біз бала кезімізден дәрумендердің бәрі бар бұда. Міне осылай ішектің ішіне құясыздар. Міне ішектің ішіне құйып, қолыңыздарыңызбен сыратып отырсаңыздар, әне ішектің ішіндегі қойдың қиын жынын бәрін шығарып тастайсыздар. Керемет. Қандай тамаша. Басты осылай қылып үйтіп болғаннан соң жақсылап тұрып қазан қырғышпенен жуасыздар. Жақсылап әдемілеп, бастың да мойында бездер болады. Бездерін бәрін алып, қатқан қандарын бәрін кесіп, жағын айырып, бастың қандай тамаша. Ішінде мұрнында құс-құс деп ішіне су құйып қазір сілеу керек. Міне қазір сіздерге көрсетеміз. Көздің айналасына кішкене қылшық түйіндер қалуы мүмкін. Соны бәрін арнайы пышақпенен кесіп әдемілейсіздер. Жақты ажыратып жатырмыз. Міне үшеуден жағы ажырайды. Қойдың жағын үшеуден ажыратасыздар. Қойдың үстіңгі түсінің жағы шағылады, астыңғы жақтың шағылмайды. Қақпайсыздар. Енді шағылады деген кейбір міне. Қазір жақты айырдық. Міне. Жақты айырдық. Міне. Міне несі. Азды кемді бездері болады, тілдің астында бездері болады. Жанында, өңіштің жанында, соның бәрін алып, кесіп, тазалап, осыны аласыздар. Міне. Сосын жуып, және қайтара жуасыздар ғой, тағы да. Бірінші осылай жуып ажыратып болғаннан соң, және жуылады бас. Басты тастауға болмайды. Бас ең үлкен тартылатын табақ қой. Бұл басты қарияларға, ақсақалдарға, ауылдың абыз кісілерге тартылатын бұл бас. Сондықтан басты тастап, ысырап қылуға болмайды. Міне қандай тамаша. Бәрін жуып, тазалап, кәсіп басты шығарып, құс-құс деп ішіндегі жындарын шығарамыз. Қазір міне бездерін кесіп алып тастап жатыр. Міне мойында, шақтың астында болады бездер. Міне бәрін жуып, таза қылып қазір. Міне суменен жақсылап мұрынға құясыздар. Міне құс-құс деп Нерден ішіндегі баршаның шығарасыздар мұрның. Мұрын боғы бар, басқа бар. Сойған кезде қатып қалған қан бар деген сықылды. Міне, осылай жасайсыздар. Әдемі. Міне, бұл тісті қағу. Үстіңгі жақтың тісі қағылады. Біз қағып бәрін дайындап, әдемілеп береміз адамдарға.
жатыр. Бәрін қағып алып, қолмен кейін суырып тастауға да болады. Қайтадан жуып, тазалап. Шақты да осылай жуу керек, тазалап. Міне қой дайын, керемет. Мына алдарыңызда тұрған ет, міне мына бер жағындағы ішек қарындары, ар жағындағы ет бөлшектенді. Ал астарыңыз дәмді болсын, кеуілдеріңіз жайлы болсын, қазағымның қазаны оттан түспесін. Осындай жақсы қойды жеп, күліп ойнап жүре беріңіздер.